Құрметті оқырмандарым, Гүлжан Заринаға гүлді Меккеге жіберді ме екен? Соны қарайық бірге. Заринаға гүл кімнен келген? Қалайсыңдар? В общем, шаш туретке келтіріп, в общем, қызық күн болайын деп тұр. Бүгін мынандай цвет киіп аласың. Машина тұр, міне победительдермен кезінде тұр. Гүлжан болады аға. Бейбіт. Тосын, қалай машина нормально екен өмірде? Сіздердің кездеріңіздегі Жигулиға ұқсап тұр ма? Біздің кезіміздегі машина ғой. Сол енді сіздерге беріп тұр екен. Міне менде получается бір Жигули, бір мотоциклым бар. Мотоцикл чуть позже көрсетем. Енді мына жерге получается проверяем авто дейді. Залог, штраф, анау, мынау. Ең айтып көрсетіп қойып, иә? Продолжить дейді. Сумма сделки 1000 теңге деп жазды, иә? Достар, біздің Жигулиде отқан қыздың аты Үміт екен. Міне Арал қаласынан келіп отыр екен. Біз Шымкентке дейін жеткізіп бердік машинаның. Енді ертең уже біздің номер сдавать етіп, өздері номер алып, сосын Аралға жол ашасыздар ма? Сіз видео көру үшін ба, или подарка, или Жигули ұтып аламын деген оймен қатыстыңыз ба? Негізі видеоны көру үшін ғана сатып алған болатынмын. Бірақ ешқандай ой болған жоқ, сатып аламын деген. Вот достар, бәрі честно ғой. Өзіңіз көрдіңіз. Звондаған кезде қандай ощущение болды? Типа сендіңіз ба? Иә, сендім. Сенер ғой. В общем, достар, бар болған 2,5 теңге Жигули кетті, Дайсондарда. Уже өздерінің иелеріне жетті, iPhone да жетті. Енді бұйырса, может быть, тағы да осындай бір әсер істейміз деген ойдамыз. Болашақта. Все, құтты болсын машинаңыз. Официально. Номер получается ертең соңға давать етсіздер. Басқа номер алып кетерсіңдер. Оны арнайы өзіміздің баламыз бар, соны істейді ғой. Все. Құтты болсын тағы да. Сау болыңыздар. Машина. Синяя семерка посажена четко, город океан, я подводная лодка. Объезжаю яму, рисую зигзаги. Ассаламу алейкум баршаңызға. Біз қазір ақшам намазынан кейін кішкене күтіп отырмыз Астана жаққа түсуге. Көбіңіз аты жөндеріңізді жазып, сіздерге олай дайректке жазғандарыңызды мен көрмей қаламын да. Сол себепті бұйырса алдағы уақытта, алдағы күндерде мен бос уақытым болып жатса, осы сіздер үшін арнайы келемін қақпаға, солай сол жерде сіздерге ячейка ашамын. Сол момент Әрбір клиент. А я сделаю вот так. Қайырлы күн менің оқырмандарым. Осылай арнама қош келдіңіздер. Бізде бүгін арнамызда Айгүл туралы, Гүлжан, Зарина туралы бейне салонға келдім. Ал енді сұрақтарыңыз болса, жаудырсаңыздар болады. Любой сұраққа қалай бар, солай жауап беретін боламын. Жалпы достар, сіздерге бір жаңалығым бар. Қыздар, жалпы қыз келіншектер, әпкелер болса, сіздер бір бизнеспен айналысқыларыңыз келіп жатса, киім алып сатқыларыңыз келіп жатса, сіздерге бір жақсы ұсынысым болып тұр. Мұнда қазір WhatsApp чат қалдырып кетсем, сонда өтіп қарасаңыздар болады. Егер де оптым бағада киім алып сатқыларыңыз келіп жатса, болмаса өздеріңізге де сондай оптым арзан бағада алуларыңыз келіп жатса, осы чатқа кіріп жатсаңыздар болады. Киімдер өте әдемі. Ол жақта турецкий киімдер, және де Инстаграмда қалдырып кетемін. Сол үшін қыздар сонда ойларыңызда болып жүрсе, киім алып сатқым келіп жүр деген сияқты, осы бір WhatsApp чатты қалдырып кетемін. Сол чатқа өтіп жазып сұрасаңыздар болады. Және де Айгүл енді жаңа үміткерді күтуге дайын екен айтып жатыр. Айгүл сонымен қатар сіздер білесіздер, сұрақ жауаптар өткізіп жатыр. Мына жерде сұрақ қойып жатыр. Бұрынғы жолдасыңыз сізге кері оралатын болса қабыл аласыз ба десе, Айгүл де оған жауабын дайын қылып
жауап беріп жатыр. Демал деп айтамын деп Асылжан егерде қайтып келетін болсам. Өткен Айгүлдің көңілі Асылжаннан қалған екен. Енді оған Асылжан сияқты жігіттер емес, өзіне нық тұратын, шешімі мол, жауапкершілігі мол, айтқан сөзіне тұратын, сондай ер жігіт Айгүл күтеді. Оны біз де күтеміз сол үміткерлердің арасынан. Арнама менің құрметті оқырмандарым лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып, пікірлеріңізді қалдырып отырсаңыздар болады. Құрметті оқырмандарым, мен сіздерге әртүрлі жанрда видеороликтермен, жаңалықтармен осылай бөлісіп отырамын. Енді бұл жерде Айгүл өзіне қарап, анағыдай прическасын өзгертіп, стилін өзгертіп, шашын қара түске бояуда. Осы видеомызда ол сол өзінің видеосымен бөлісіп жатыр және реклама беріп жатыр. Егерде осындай кісіге барсаңыз, сіздерге бана шаштарыңызды жақсы қылып жасап, әдемі қылдырып жасап береді деп айтып жатыр. Рекламалар бұл жерде кетіп жатыр. Енді өздеріңіз көргенде Айгүл өте пысық, сондай алғыр қыз ғой. Оған сондай бір алғыр пысық бір жігіт керек. Айгүлдің көңілінен шығатын сондай адамды біз күтеміз бұйырса. Эфирде Айгүлге жақсы үміткер келеді деген ойдамыз. Алла қаласа. Енді екінші, мына видеомыздың екінші ролигінде бұл жерде біз Гүлжан мен Зарина туралы шешетінін көретін боламыз. Короче, андай жақсы қыдырыңдар, жақсы демалыңдар деп жағдайымыз жасауға тырысып жатыр. Артық ой жоқ екен оның ше, мен андай искренне қарап жатырмын деген сияқты айтты. Ондай жағынан емес, жаман намерением жоқ деп. Поэтому басқа бір не жоқ. А вот ladies, муж мына жақта дейді ғой. Ladies, Қарақалпақстан сәлеметсіз, Зарина, сәлеметсіздер ме баршаңызға. Көріп отырған жандардың барлығына Меккеге келу, Қағбаны көздеріңізбен көру, талап ету. Prayer hall деген мына жақта екен ғой. Мына жақта екен. Біз айналып кетіппіз ғой. Барлықтарыңызға неге жігіт ойлап кеттіңіз? Жоқ, жігіт емес. Ол жігіт емес қой, бізге бәрімізге, отбасымызбен бізге қызмет етіп, солай көмектесіп жүр. Андай жеңіл өтсін деген ниетте ғой. Зарей бойында жүрсің, рахмет. Негізі қатты бояу жоқ, просто мына жақта бір күн менде андай болды енді, су аз ішіп біріншіден, еще полный день 24 сағаттай ихрамда болды да, сосын ернім қатты құрап кеткен ғой. Сонымен бальзам жағып жүру, бір жағып жүру керек болып тұр. Қанша күн жүрсек, иншаллах, неде, Меккеде 6 күндей боламыз. Одан Мединада 6 күндей, общий 12 күн боламыз. Қысығыңызға көтіңіз, Лили деп қойдық атын. Лили Коғош деп қойдық. Мысығын сағын кен. Кейсамын сағын. Жеті есіктен барып, тегін құран береді. Алып бере аласыз ба дейді. 7-ші есік? Да, білмейді екен ол жағын. Негізі құран кітап сұраған жандар өте көп. Просто бұл жолы бірінші келіп тұрғаннан кейін көп нәрсе мән бермей жатырмын әлі даже. Дұрыстап, көбісі күткен фото-видеодан сұрамаймын. Может, иншаллах, Аллах уақыт берсе, сәтін салса түсіремін. Но қазір емес пока что. Нашаға деймін ғой. Қараңыздар, сіздерге көрсетсем. Я, крик. Қараңыздар, мынау сағат бар ғой, Қағбаның үстінде тұратын. Сол Қағбаның, аяқ киімді іледі екенбіз. Мен аяғым ысып кетті, қараңыз үшін адам. Ақ жеңіл ботинка алу керек. Менікін қоя салыңызшы. Қоя сал. Гулидат екеумізде бірден носки. Вот, мына жақта осындай. Мынау соның 10-ші этажындағы несі ғой. Намаз оқитын бөлмесі. И тут мына жақтан Қағба көрінеді деді. Крик. Немесе. Бұл жабық тұр ау деймін. Бинаның артында ғой, мынау типа есігі. Мына жақта артында негізі. Көрінбейді екен. Көрінбейді. Адамдар әр түрлі.
мынаның бәрі этаж ғой. Этаж болып оқиды ше. Үстінде біз кеше кажется мына жақта оқыдық. Мына жерлерде отырып оқыдық. Бірақ бізге қағба көрмеді, потому что мынандай стройка болып жатыр, бірдеңке стройка. Ассалам алейкум. Мына жақта андай странно қарайды, кішкене ыңғайсыз ше. Ұзақ қарап қалады. Бәрі андай орыс деп ойлай ма, білмеймін. Қараңыздаршы, адамдар құмырсқа сияқты жүр. Қағбаны айнала алдыңыз ба? Иә, әрине бірінші күні талап жасаймыз ғой. Ең бірінші талап жасалынады. Яғни қағбаны жетіріп, экран халде жаңағы қоянбай деген сол момент иіссіз, буи, крем жақпай, соны айналамыз. Сосын кейін барып, уже күнделікті құлшылықтарын жасай береміз. Мына жақтан көрінбей ме екен? Дальше Жоқ, карта алып, действительно, карта алып, соны шығу керек. сол кезде көріне ме екен? Только сол кезде. Әдемі сонда обзор. Мынаның артында ғой, мынаның артында ғой. Вот неге жауып қойған деймін сол? Жаль. Сіздерге қағбаны көрсетсем деп едім, прямою. Алқия Балтабай Меккеде жүр ғой дейді, да? Отелін көру керек екен. Сондай. А тут еще сулар бар екен. Наверное, ішуге болады деймін. Зәм-зәм да бар. Сәрі қош қабыл болсын дейді, рахмет. Сағат керісінше ме дейді. Жоқ. Теріс болып көріп тұрған жайсы. Кәріс деп ойлайды. Сондай ма? Басқаша қарай. Сосын анау өтіп бара жатасың ғой, саудагерлер. Кел деп қоймайды. Яу кетесің ана отказ берген үшін. Телефон ұстап түсуге штраф төлейді. Жоқ, ерінді сірмейем. Мындай білесіз жаққанмын ғой, білесіз жаққансың сөйтіп көрінеді. Қурап кеткен ғой, ерін қатты. Сонымен қурағаннан кейін бальзам жақ қойым. Бірінші күні вообще не істемедік қой. Мен тыныстық тоқтап қалдым дейді. Білмеймін мен, сұрамай тұрыңыздар пока. Дұға жасауға ячейка қашан шығарасың. Может, ертең баратынде, может, сол кезде шығарам. Баратынде осы жақта болатын шығармыз. Бұйырса 13-14-не қараған түні бір жылдық адамның тағдыры жазылады дейді да, бір жылдық. Қақы бітесіз, бізге мынау қақы қалу керек дейді, жақсы бір. Біз 9-шы этаждан қайтқан жіберді, біз 9-шы этаждан. 10-дамыз, мама. Кіргізбеді, астына шығып карточка аласыңдар қағбаны. Мама, 10-шы этаждамыз. Біз 10-шы этаждан. Намазханадан 10-шы этаждан. Оқып алайық онда, дәме. Жақсы көреміз. Болды, үші де Сол оқи салайық. негізі бүгінгі түн ғой дейді. Бүгін 13-ші ма? Шам кірген кезде оқимыз жүріңіздер дейді. Магазин арнап алайық дейді оға деймін. Қазір не істейміз? Қақта тұрсыз? Күлді кім берді дейді, ой. Шығып солға бұрыңдар дейді. Қай этаждан Жан көрсін дегенде, как будто Зарина, зачем саласыз? Мен енді барлық құлшығымды салмайтын шығар. Может, мен Турцияға барсам да осындай случай болуы мүмкін. Может, мен басқа елге барсам да. Это не значит, что біреуді қызғандыру үшін. Білмеймін. Ол нәрсеге. Вот, ол любой жерде болуы мүмкін случай, да? Мен просто қызық момент болғаннан кейін барынша бөлісіп жатырмын. Енді и то бір қызғанатындай нәрсе емес қой. Жігіт бізге көмектесіп жатыр. Сондай. Бүгінгі түнде жоқ басқа бүгін. Айтпа бүгін кім берген жарылсын іштерге. Сол, білмеймін, ол жағын түсінбеді. Бір қызғанатындай бірдеңке болып жатса. Мен күн шығарып берейінші ма? Рахмет, сөйлей берсін мен просто енді құлшылық деген нәрсе ол көбінесе мен ойлаймын 90% алла мен құлдың арасында болу керек отношения да оны көрсетіп қатты бір маңызды емес
нужно же видео салу мүмкін, мен де пост салу мүмкін, Алла қаласа, бірақ ол бір мақтану, мен құлшылық жасадым деген емес. Басқа да мұсылмандардың желаниясын ашу, басқа да көргісі келген мұсылмандарға Қағбаны көрсету, сондай бір ерекше саяхат қой, үлкен бекітілген 5 парыздың біреуі, сондай нығмет барлық мұсылмандарға парыз, визуализация болсын деген сияқты, нәсіп болсын деген ниетте салу мүмкін. Бірақ мен каждый намазымды, каждый ракағат оқығанымды штатив қойып сіздерге көрсете алмаймын ғой. Мен мына дұғаны оқып жатырмын, мен мына сүрені оқып жатырмын деп. Бұл оның барлығы как интимный сияқты нәрселер да, Аллах пен құлдың арасында болатын, Алла мен пенденің арасында болатын отношения, поэтому мен оның барлығын айта бермеймін, көрсете бермеймін. Ал қызық болып жатқан моменттерді мен айтуға тырысамын, себебі пайғамбарымыздың өзі де айтады ғой, ортасында бол, кез келген нәрсенің ортасын ұста дейді да. Мен құлшылық деп баспен кіремін, конечно, кіруге болады, кіріп те жүрміз, бірақ оны көрсетпейміз да біз. Каждый моментті, каждый таңғы ас іштік, біз мына кезде обед іштік, ондай нәрсенің барлығын айта бергім келмейді. Біз тахаджудқа бардық, үйттік, бүйттік деген нәрселердің барлығы ол секретный нәрсе болу керек деп ойлаймын. Гүл кімнен келді дейді. Ол секрет, вот, тоже. Өзбекстан қазақтарынан сәлем дейді. Рахмет, өзбек бауырларымызға, қазақ бауырларымызға, Монголиядан гүл тәте сәлемдеріңіз жеткізіп жатыр. Қарақалпақстаннан, Қырғызстаннан барлықтарыңыз. Алла біліп жүр, сенің қысым бұға қылы болсын. Ядыр сөпші дейді. Тоже нақтыңғы бала айрылған. Менің қызым ғалет ет, дұға ет. Сайора ханым берса мен окошко ашамын, андай ячейка. Сұрақ қоятын жүрге дұғаларымды жасаңыздар, сіздер кім оқып беруге тұрсам, иә? Сағат қанша болады? Бізде 17:25. Менің ағам бүгін бара жатыр неке дейді. Машаллах, ниет қабыл болсын. Там в Мекке без косметики ходить надо. Элиза, вы вообще знаете правила ихрама, сколько дней длится этот как процесс? По идее, вы не знаете, вот мне пишите. Жана живет даже на видео. О, маған ештеңке деп жатқан жоқ, да? Просто қолдау жатқандай. Мен блог түсіретінді біледі екен, да? Видео түсіретінді, жаңағы, типа блогер екенді көрді, сөйтіп страницамды көріп, подписчиктеріне чтобы они знали деген сияқты нәрсені жазған. И мен сторис басын салдым, жаңа. Если что, лайк басып, стористарыма қолдау білдіріп жатқан жанның барлығына бұйырсын Меккеге келу. Атыңызды жазып берсек суретке тартып бере аласыз ба дейді. Ақшаға десей, ой, мен даже інімді сұрады, Қағбаны түсіріп берші деп. Бірақ әлі түсіре алмай жатырмын. Бұйырса, иншаллах, түсіріп беремін. Шақырсын деп Дәулет қызы білген. Все, иншаллах. Достар, давайте, мен қазір біраздан кейін, может, тағы да кіріп қалап, Қағбан жанына барып жатсам, барлықтарыңызды жақсы көремін. Құлшылыққа болсын. Рахмет, Айдария мырза, Алла разы болсын. Баршаңызға нәсіп болсын, жақсылық болсын.